Қоржынымызда 33 медаль, оның 8 алтын. Түркияның Анталия қаласында күрес түрлерінен 17 және 20 жасқа дейінгілер арасындағы халықаралық турнир өтті. Оған 20 елден 800-ге жуық спортшы қатысқан. Қазақ жігіттері, қыз жігіттері өте сәтті өнер көрсетіп, күрестің барлық бағыты бойынша жалпы командалық есепте топ бастады. Отандық спорт жаңалықтарымен Аслан Қаженов таныстырады. Назым Қызайбай жаңа салмақта жеңіске жетті. Бразилияның Фосту-Игуасу қаласында бокстан жылдың басты бәсекелерінің бірі әлем кубогы басталды. Қазақстандық құрама үшін сәтті басталды деуге болады. Жарыстың алғашқы күні әйелдер арасындағы сындар өтіп, біздің бұрымды боксшылар арасынан Назым Қызайбай шаршы алаңға шыққан болатын. Айта кету керек, ұлттық құрама капитаны бұл жолы салмағын ауыстырды, яғни 48 келіден 24 келіге көтерілді. Бұл өзгеріске көпшілік күмәнмен қараған. Десе де Назым өте сауатты жұдырықтасты. Ол қарсыласы түркиялық Айсен Таскинді 3 раунд бойы қысымға алып, 4-1 есебімен жеңіске жетті. Ең бастысы осы жекпе-жекте рингті сезініп алды және өз-өзіне деген сенімі артты. Енді Назым 22 сәуір күні польшалық Виктория Ругалинскамен кездесіп, ширек финал жолдамасын сарапқа салады. Бразилиядағы әлем кубогының жалпы қорытындысы 27 сәуірде белгілі болады. Екі боксшымыз жеңді, екі боксшымыз жеңілді. Бразилияның Фосту-Игуасу қаласында бокстан әлем кубогы басталды. Жарыстың алғашқы күні ерлер арасында 4 бірдей спортшымыз сынға түсті. Ең бірінші болып шаршы алаңға 60 келідегі Жансері Көшербаев шығып, ирландиялық Джун Галлахерге есе жіберді. Жастар арасында жасындай жарқылдаған Жансері ересектер арасында да барын салып жүр. Десе де тәжірибе жетіспей жатыр. Қарсыласының соққылары дәл және қарқыны жоғары болды. Бұл жас боксшымыздың шеберлігін шыңдап, тәжірибесін толықтыру үшін жақсы жекпе-жек болды деген үміттеміз. Одан кейін 90 келідегі Дәулет Төлемісов бразилиялық Филио Исаистен жеңілді. Бұл жекпе-жек негізі тең дәрежеде өтті. Десе де төрешілер алаң иесін жеңімпаз деп тапты. Осылайша былтыр 80 келіде әлем кубогын жеңген Дәулет Төлемісов биыл алғашқы айналымнан аса алмады. Ал кешкі сессияда 70 келідегі Фарух Тоқтасынов ирландиялық Джон Макконнелмен кездесті. Бұл әлем кубогы аясындағы ең тартысты жекпе-жектердің бірі десек болады. Оның барысында 3 рет нокдаун ашылды. Бірінші раундта 5-0 есебімен Фарух, екінші раундта 5-0 есебімен Джон жеңіске жетті. Ал үшінші раундта 3-2 есебімен желесіміз басым түсіп, жарысты жалғастыруға мүмкіндік алды. Қазақстандық боксшылар арасынан ең соңғы болып 80 келідегі Диас Молжігітов шаршы алаңға шықты. Ол жапониялық Кай Торабияны айқын басымдықпен ұтты. Диас жойқын соққыларымен қарсыласын 2 рет есеңгіретті. Нәтижесінде екінші раундта төреші жекпе-жекті тоқтатуға мәжбүр болды. Айта кетейік, Бразилиядағы әлем кубогына ерлер арасында 9 боксшымыз аттанды, оның 7-еуі жарысты жалғастырып жатыр. Байрақты бәсекенің жалпы қорытындысы 27 сәуірде белгілі болады. Көкпардан биылғы ішкі біріншілікке 20-дан аса команда қатысады. Бұл өзіндік рекорд болмақ. Бірер күннен кейін Талдықорған қаласында ұлттық спортымыздан жылдың басты бәсекесі Қазақстан чемпионаты басталады. Оған қазірдің өзінде 17 команда қатысатынын растады. Тағы 4 команданың тіркелуі күтіліп отыр. Қалай болғанда да жыл өткен сайын көкпарға деген қызығушылық артып жатыр. Соның арқасында алаңдағы бәсекенің деңгейі де өсті дейді мамандар. Биылғы жарыстың өзіндік ерекшелігі бар. Өйткені дәл осы Қазақстан чемпионатында мықты жігіттер мен мықты жылқылар іріктеліп, жаңадан ұлттық құрама жасақталады. Және олар алдағы күзде көрші Қырғыз елінде өтетін көшпенділер ойындарына еліміз атынан қатысуға мүмкіндік алады. Айта кетейік, Талдықорған қаласындағы Қазақстан чемпионаты 1 және 9 мамыр аралығында өтеді. Қазір біздегі бар ақпарат бойынша 17 команда тіркелген, тіркелмеген командалар да бар. Енді сол 4 команда қазір тіркелмей тұр. Атап айтатын болсақ, Шығыс Қазақстан, Абай облысы, Маңғыстау облысы және Қызылорда облысы. Осы 4 команда жарысқа қатысуға өтінім беретін болса, онда командалар саны 20-дан асуы мүмкін. Енді биылғы чемпионаттың жөні маңызы ерекше болайын деп тұр. Өйткені биыл, өздеріңіз білесіздер, дүниежүзілік көшпенділер ойыны болады Қырғызстанда, Ыстықкөлде. Енді сол халықаралық жарыс алдындағы ең ірі бәсеке деп айтсақ болады. Сол көшпенділер ойынына бұны дайындықтың негізі деп алсақ болады. Дәл осы
жарыста аттар іріктеледі, шабандоздар іріктеледі және алдағы уақытта дайындық барысы да пысықталады. Биылғы Қазақстан чемпионатына Құрманбек Тұрғанбек, Абылайхан Нышанбек сияқты ұлттық құраманың үздіктері түгелдей қатысады.